Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті тек жоғары сапалы білім мен ғылымның орталығы ғана емес. Ол рухани дүниесі бай, шығармашылық әлеуеті күшті, ел жанды, азаматтық көзқарастары айқын жастардың ордасы. Университетімізде білімгерлерді адамгершілік рухани және патриоттық тұрғыдан тәрбиелеуге барлық жағдай жасалған. Қазу студенттері университеттік, қалалық, республикалық, халықаралық іс-шаралардың белсенді қатысушылары ғана емес, толымды табыстармен жетістіктерге жеткен жеңімпаздар. Қазу терең тамырлы тарихы бар дәстүрлі мерекелерімен ерекшеленеді. Олардың алғашқы шебін әрине жас қазулықтарды, бірінші курс студенттерін студенттер қатарына қабылдау салтанаты бастайды. Студенттер қатарына қабылдау қазулықтардың мәдени көпшілік дәстүрлі мерекесі. Бақыттың кілті білімде, білімнің кілті қазу студенттерінде. Қазақ ұлттық университеті ұрпақтар сабақтастығының айқын көрінісі. Мұнда университет студенттері мен ардагерлері арасын байланыстыратын алтын көпір қалыптасқан. Қазудың белсенді оқуда үздік жастары дәстүрлі үздік студенттер слетында бас қосып, ардагерлерге құрмет көрсетіп, өз жетістіктерін паш етіп жатса, ал жыл сайын 9 мамыр ұлы жеңіс күні қарсаңында оларға деген асқан құрметтері мен шексіз алғыстарын өз өнерлері арқылы білдіреді. Қазақ ұлттық университетінің дәстүрлері руханияттың алтын діңгегі. Қазу студенттері еңбек сүйгіш жастар. Өз университетімізде өз қолымызбен атты ұранымен еңбек ететін қазу студенттері отаншылдық сезімнің өз университетіңде өз қалашығыңды сүюден басталатынына сенімді. Студенттік құрылыс жасаға, жас патриоттар ошаға. Қазақ ұлттық университеті мәдени-эстетикалық тәрбие орталығы. Қазу студенттері білімді жастар ғана емес, олар әлемдік классикалық өнер нәрімен сусындаған, рухани толысқан тұлғалар. Қазулықтар қала театрлары мен мұражайларының түрлі көрмелердің тұрақты көрермендері, шынайы жан күйерлері. Ал университеттің 77 жылдық тарихынан сыр шертетін Қазу тарихы мұражайының ашылуы ең айтулы оқиғаға айналды. Оны алғаш болып Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, Қазудың құрметті профессоры Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тамашалады. Бар жоғы 100 күннің ішінде салынып біткен мұражай қара шаңырақтың қалыптасу тарихынан сыр шертетін барша қазулықтардың ортақ мақтанышы. Қазу салауатты өмір салтын ұстанатын жастардың тәрбиешісі. Салауатты ұрпақ ел болашағының кепілі. Қазуда спорттың жаппай сипат алуына барлық мүмкіндіктер жасалған. Спорт саласында да университет түлектері талай биік белестерден көрінді. Олар халықаралық деңгейдегі сайыстарда да ел намысын қорғап, тек университетіміздің ғана емес, еліміздің мақтаныштарына айналды. Қазу ұлттық нақшымызды сипаттайтын мерекелерді өзінің төл дәстүріне айналдырған. Ата-баба дәстүріне, мәдениетіне деген құрмет пен мақтаныш сезімін қалыптастыратын республикалық ана тілі аруы, ана тілі сұлтаны байқауларының жеңімпаздары қазу студенттері. Қазу жастары ата дәстүрін қадірлей білетін, бүгінгі заман талабына сай жас қазақстандықтардың жаңа буыны. Қазу ел жанды, өз елін, жерін сүйетін отаншыл жастарды тәрбиелейтін қара шаңырақ.